Бәріне сәлем, мен Павлодар қаласының Мария мекенінің қызметкері Темірбай Гүлназ боламын. Бүгінгі сіздерге таныстыратын кітабым Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық бұл жылдар» кітабы. Жалпы Әзілхан Нұршайықов өзінің таза болмысымен үлкен өмірді жақсы көрген, үлкен жүрегімен ерекшеленген бір тұлға деп білеміз. Қазақ жазушылығына қосқан үлесі өте зор. Бұл кітапты жалпы қалаға студент болып оқып келген студенттер студенттік өмірдің қандай болғанын осыдан білуге болады деп те айта аламыз. Бұл соғыстан кейін жазылса да, әлі күнге шейін сондағы тақырыптар, мәселелер өзінің актуальдылығын жоғалтқан емес. Жалпы келмейді қайтып сол жылдар, махаббат қызық бұл жылдар демекші. Бұл кітапта махаббаттың сәл ұшқыны көрінеді. Әзілхан Нұршайықов өзінің керемет тілімен жазылып шыққан романында жас жігіттің сондағы жас қызға жасаған озбырлығы әдеби тілмен көркем шындалған. Жалпы кітапты оқуға кеңес берер едім. Жас қыздарға, жалпы әдебиет сүйер қауымға деп айта аламын.